Ардақты көрермен, хабар арнасында алғашқының бәрін айтамыз. Кейіпкердің өміріне бойлайтын, көрерменнің де көңілін ойлайтын алғашқы жобасының қымбатты қонағы. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, айтыскер ақын Айтақын Бұлғақов. Ассалаумағалейкум аға. Қош келдіңіз. Қалай аға, жайлы ма? Бәрі жақсы. Сұрақтар болады ғой? Болады. 63-тің асқарындасыз. Осы жасыңызда алған алғашқы атағыңыз бар. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері. Ерте ме, кеш пе? Кеш әрине. Әр нәрсенің өз уақытысында болса, дейсіз. Қадыр Мырзалиевтің бір өлеңі бар ғой. Таланттың ірісіне, майдасын ірісіне, талантты қадірлеңдер тірісінде деген. Бізде қазақта бір қасірет бар, дерт дейме, бағаланбай тасада жатады. Алса алады, алмаса бақилық болып кетеді. Сонын өлтіріп алып, ат шаптырып, той жасап жатады. Жасырақ кезде алса, бұдан да қатты әсер етермеді, бұдан да қатты өнерге еңбек сіңірмеді, бұдан да берер молар деп ойлайсың да өтіп кеткендер жайлы. Енді кеште болса алдық, Алланың бұйрығы солай болған шығар. Игіліктің ертегесі жоқ, атағыңыз құтты болсын деп құттықтап қояйық. Рахмет. Бағдарлама барысында алдыңызда тұрған 6 есік ашылады, әр есіктің өзіндік сыры бар, тақырыбы бар, тақырыппен танысып талқылап, ар жағындағы сырларды ашсақ деп ниет етіп отырмыз. Жарайды. Бағдарлама соңында бізбен бірге келген кейіпкеріміз бұрын соңды істемеген алғашқы қадамды істеу керек. Оған да дайынсыз ғой? Дайынбыз. Жақсы. Ендеше түстерді таңдайық, есіктерді ашайық. Сары есіктің тақырыбымен таныссақ. Арнайы шақырту. Бұған айтуым керек арнайы шақырту. Шақырдыңыздар, келдік. Біз арнайы шақырдық. Ал мемлекеттік қызметке арнайы шақыртқан адам болды ма? Болды. Бірақ бармадым. Алғашқы шақыртуды қай кезде алдыңыз? Және кімнен? Талдықорғанда үлкен айтыс болып, ақындарға кішкене қиянат көрсетіліп, шенеунікпен ұстасып қалдым. Қиянат жасап жасыңдар деп. Сол кезде айтайын, мен қу мінезіңнен табасың ғой сен осындайдың бәрін. Тыныш жүрсең баяғыда бір қызмет отыратын жөнің бар еді ғой деп. Сонда ашуланып, мен сізден қашан қызмет сұрадым деп қағып тастағанбыз. Арнайы шақыртулар болды, сіз бармадыңыз. Бармадым. Жақсы, біз нені меңзеп отырмыз, есікті ашайық. Қобыз. Иә, бұл қобыз ұстаған, бірақ қобыз тартпаймын киноға түскенде. Арнайы шақырту ғой? Арнайы шақырту, киноға. Жақсы. Есікке толық үңілу үшін арнайы әзірленген бейне материалды көрейік. Қозы-көрпеш баян сұлу фильмін бастады Асанәлі ағамыз 91-ші жылы. Ол кезде кастинг деген мағына жоқ. Актерлерді әр рөлге сомдау үшін іріктейді. Содан мені жәдігөй рөліне, жантық негізі Айтақынды бақсы рөліне тағайындады Азекең. Сол айтыскер ақынмен түсіру алаңында бірге жүреміз деп кім ойлаған? Аты дардай Айтақынның. Бірақ енді актерлік өнері қалай екен деп, сын көзбен де қараған кезіміз болды. Қалай екен деп, бұл біздің мамандық қой, актерлік өнер. Рөлде сомдауға келгенде Айтақынның мүдірмей, осы сөзі болсын, Асекеңнің әрбір айтқан ескертпелерін, ескертулерін осы жадына сақтап алып бірден соны дәл осы жерде орындап жібергенде таңғалатынбыз. Қандай ғажап, саған негізі актер болу керек ау деп ойлайтынбыз.
жанып жатқан отпен кет. Трех святой Мирхан, благодетель Тимирхан, спасите, поддержите. Тучка белая над головой, тучка черная надо мной. Вас молю, и Тенгри тебя. Бақсыға лайықты өзінің жүрісі де, тұрысы да, ана айту мәнері де өзіне жарасып тұрды. Бір бақсы болса, осындай болған болар деуші. Бұл енді мемлекет қызметке жатпайды ғой. Бұны сразу қабылдадым. Осы әуезов театрында айтыс болды. 3 күн айтыс болды кәдімгі. 80-де жақын келіп. Соң Асанәлі аға бақылап жүр екен бұны. Соң көріп, айтыс біткеннен кейін мен гримерный кабинетіме кіріп кетсең деді. Кірдім, кіріп едім. Осындай фильм түсірейін деп жатырмын. Пробаға келесің бе деді. Келем дедім. Өйткені мен бұған дейін халық театрында істегенмін ғой ауылда. Соң келдім, 80-дей адам түстік пробаға. 80 адам. Соның кейін сол 80 ішінен іріктеліп өттік қой. Соң қарап, аяғында шақыру жіберді. Сіз өттіңіз пробадан деп. Асақаның қасында 2 жыл жүрдім ғой. Тас түйінде мен енді қатты риза болғанмын. Бақытжанмен жүрдім, Кенжебаймен, соның кейін Дәркембай Шоқпаровты түсті осы киноға. Сол кісілердің қасында жүрдім. Мен Асқан ағаның қасында жүргенде көп түсінген нәрсем, бұл кісінің баласы Сағи марқұм құдық қаздырды ғой, Қапшағайда баласына. Ана Қарабайдың құдық қаздыратыны бар ғой. Құдық қаздыртып баласына. Сол кезде әкесіне бір ауыз сөз айтпады ғой. Мен қатты риза болдым. Әке сыйласа, Сағидай сыйласын деп ойладым. Керемет. Бір сөз айтпайды, әкем ғой деп соң. Сонда мен Асанәлінің жұмысқа талапшылдығын ағаным қатты көрдім. Ал осы фильмнен кейін басқа фильмдерге шақырту алмадыңыз ба? Жоқ, шақырту алмады. Мына түркмен актері Қарабайда ойнаған түркменге шақырсам келесің бе деп айтты. Бармаймын дедім. Ал әзіргі уақытта, келешекте жас режиссерлар өсіп келе жатыр. Барам міндетті түрде. Неге бармасқа? Баруға болады. Болады. Кино алаңынан табыла аласыз. Табыла аламын. Алғашқыда, алғашқының бәрін айтамыз. Қош келдіңіз. Жақсы, арнайы шақырту деп аталатын есікке тоқталдық. Келесі есікке кетсек. Енді аққа асай қалай? Болмаған балалық шақ. Иә, балалық. Енді бізде ауырлау өтті, балалық енді. Оны айтудың өзі ауырлау әзір. Жақсы, назарыңыз экранда болсын. Балалық шақта көп біз бір бала болып, бір ойын ойнап, ел сияқты көп жүре алмадық. Интернатта жаттық. Сол интернатта шешеміз пол жуады, әкеміз жерге ақырап болып істеді. Шешемнің кішкене жастайынан денсаулығы аса болмады. Сол кезде көп ауыртпашылық осы Айтақанға түсетін. Каникулда жаңағы демалыс сайын Айтақан екеуміз сабақтан қалай шығамыз? Енеміз отырып аламыз да сақылдап екі жақтан сақылдап жаңағы сауымыз. Сонда майлыққа ғана төлейді. Литрге төлемейді ол кезде. Майлығы жақсы болса, зарплаты жақсы. Жаңағы шешеміз бар қыз. Екеумізге бір сомнан беріп қояды. Былай шыққаннан Айтақан дейді. Әке бір сомнан мен қалтамда жүре берсін. Бауыр деген бір әлем, ауыл бөлек. Бауырларсыз жүгіңде ауыр деме. Әр бауырдың амандығын тілейік. Өмірде әр адамға бауыр керек.
дастархан басында да біз отырып қалсақ, анаған өлең шығарып, мынаған өлең шығарып, қызық енді. Жақсы өлең шығарып, кейде бір қалжыңдап, бір кемшіліктеріңді айтып сөйтіп отыратын. Ақындыққа өзі бір бала кезден құмар болатын өсен. Анамыз ішпесем ішпейін, жемесем жемейін, осыған бір домбыра берейін деп, сол бірінші домбырасын сол Айтақынға берген болатын. Жұмысқа біз ерте кірістік. Айтақын да ерте кірісті. Ол көбінесе өнер жағында жүрді көбінесе. Айтақын жаңағы кетіп бара жатсақта, бір жерге отыра қалса да, жүріп бараса да, әдеби кітапқа жақын болды. Маған ұршады. Оқымайсың сен. Қамқор болу, бізге үйрету, бізге бірдемені жасап беру, бізге кішкене қорғаштау Айтақынға түсті. 5-6 сыныпта Айтақын кәдімгідей бір үйдің несін алып жүрді десек те болады. Біз енді бұл айтқанда әке махаббатын жайлы көре алмадық. Ет сияқты бауырға басылмадық та, әкенің негіз бағым жоғын білмедік. Әке ыстығына жөнді басымызды бір сипалап алмадық. Осылай болды ғой енді. Әкеміз ерте дүние салды да, соның шешеміз 5 баланы қарап қалды. Әкем дүние салғаннан кейін әскерден үлкен бауырым келді 48 жылға. Ол шаға өмір сүріп, ол қайтыс болып кетті, трактор авариядан. Шешем жалғыз бауыры бар еді. Шешем айтып жүретін. Тірі жүрсек бір төбеде жүреміз. Өлсек бір малада жатамыз. Ол кісі де қайтып болып кетті. Ауыр жылдар. Апыр-топыр болып кетті. Жалғыз енді біз ғана емес, ол кезде сауыншылардың балалардың шешелердің бәрі жесірлер ғой соны. Таңда тұрып сиыр сауысамыз. Ол кезде бәрі қолмен жұмыс атқарылатын ғой. Дрожь саламыз, силос саламыз, мектептің киімін киіп, мектеп барамыз, дрожь сасып мектепке барамыз. Қатарларың онша қаламайды, иісі бұрқырап тұрады ғой бәрі. Сон нәрсе. Сондайды да көрдік. Алпыстақ соны жалақы енді соның бәрін жеткізуді кейін. Ерте араласып кеттік. Ерте есейдік біз. Жалпы сол кезде сауыншылардың балалары сондай болды. Жазда 30-40 сиырға дейін сауамыз жайлауда. Өйткені жылдың аяғында тапа плата деген болады қосымша. Соны алу үшін соған жанталас жүгіретіміз. Анау жүгеруден, бізде жүгерде істейміз. 10 күнде бір демалысқа келеміз. Сонда 10 шақырым жерде, күздік жерде отырады. Малшылар. Соған 10 шақырымға бір күнге долады, шешеме баратын жая. 10 шақырым жүріп, бір күн қонып етесі қайтып кетеді. Сол көмектесу үшін бәріміз кететіміз. Келіп қайтып келетіміз. Су кешіп, ерге дейін су кешкен кезіміз болды. Сондай ғой. Кейін өміріз алып келеді ғой. Арқасын. Енді біз ауылға барып қайттық. Қара шаңырақта сармайдай сақтап отырған анаңыздың әшекейлі киімін көрдік. Және осы бағдарлама барысында соны арнайы алып келуді жөн санадық. Ақ есікті ашайық. Шешем ауырып жатыр деген хабар келді маған. Алдында бардым 3-4 күн. Елге барғым келді. Барсам, шешем жатыр екен. Алдында бір ажалдан алып қалдым шешемді. 2 жыл бұрын. Шешем қатты ауырып жатыр деп барсам оң жаққа жатқызып қойыпты. Соны айғайлап ұрысып, жоқшылық кезде елдің бәрі кебек жеп кеткен кез болды ғой. Тоқырау кезінде. Айғайлап ұрысып, шағын қағып, больницаға алып кеттім. Кім айтты сендерге өледі деп. Тамақ ішпей қалып, суған ұртақ қаппысам. Больницаға жатқызып, ауданда аяғынан тік тұрғызып айтты, облыстағылар қызбандап жүріп, шешем қасында өзім бір жеті жатып, шешем бері тұрғызып алдым. Екінші рет өзім бардым. Көкірегім сезді ма?
ауыл жаққа барсам төсек тартып жатқапты кішкене. Алдында қарындасым жатып, үйінде бұрын шақты күн жатып, қарындасым айтыпты, ай мен биылдан қалмаймын ау деймін деп. Түс көрдіңіз бе, ана мынау десе, қарындасым айтқан екен. Түс көрдім, терең шұңқырға түсіп кетіп, қайта шыға алмай қалдым деп. Оны маған айтпақын ғой қарындас. Айтса, мүмкін ол да шақырып басқалай бірдеңке жасарым едім, айтқан жоқ. Барсам жатыр екен, бетіне сүйіп нағылдым. Қалында болып, сен қасыңда болайын, қаратайын деп едім, жоқ. Жүре бер, ішім ауырып жатыр. Келіннен сұрап едім, я екеуің болды, шөтіп жүр, Құдай сақтасын деді. Мен ішім ғана өтіп жатыр, сен аманса алаңдама маған, жұмысынан қалма деді. Қасында 2 күн болдым да, сен қайтып кеттің. Мен Талдықорғанға барғаныммен қайтадан хабар келді, жүріп кетті деген сен. Көріп қана қалдым, сен көріп қана қалғаным. Жақсы. Анау құстың мойны бос, адамның көңілі бос дейді ғой. Сондықтан да енді өткен шақты еске алып отырмыз, өткен күндерді ойлап отырмыз, ойланып отырмыз. Басымыз аман болғанмен бауырымыз бітін ешкім жоқ аға. Солай шығар. Босамаңыз. Тағдыр ғой. Біз енді тағы бір арнайы материалды әзірледік. Назарыңыз экранда болсын. Алатаудың бөктерінен 300 шақырымды артқа қалдырып, сөздің жүйрігі, айтыстың ақтаңгері Айтақын Бұлғақовтың ауылына келдік. Айтақын ағаның балалық шағына саяхат жасайық. Жемісті бақ, сарығамыз даласы, гүлге оранған сайы менен саласы, қандай әсем ұшарылым тамаша, сені құрған табиғатқа қарашы. Бұлғақов Айтақын өте қарапайым, осы мына балалар сияқты бір ерекше бір мінезі, ерекше бір сотқарлығы жоқ болатын. Мынандай бір класс мектептегі шараларға көп қатыспайтын, білінбей жүретін. Сонан кейін оқып бітіріп кеткеннен кейін Бұлғақов Айтақын айтыскер бүткіл республика танымал болды дегенде мен ойладым, ойбай Айтақынның ішінде қай жерде бұғып жатты бұл өнер деп. Балалар жаңағы Айтақын өлең жазады деп, жоқ мен емес, мамам жазады деп, мен мамама өлең құратып келем деп, сол Тұрдағайдың бұзаулары деп өлең құрап кепті. Соны балалар ашуланып, сен бізді бұзауға теңедің деп, енді ол кезде біз ондай теңеу деген нәрсені білмейміз ғой бала кезімізде. Елпілдеп осы бірдеңені құлағы қалқиып, өзі сап-сары, көзі көкпеңбек, осы әлгі ұшып кеткісі кеп ебелек қысап бүйтіп тұратын ғой. Тұрдағайымыз андай мысқылдап сөйлейтін кісі еді, математикадан береді. Соны бұлғақтамай отыр деп айтатын ағайымыз. Жүгері ашып қырманда отыр едік, ағайдың біреуі мұғалімнің кішкене жанымыздағы сыныптас жастар болды, соған мұғалім апарып деп екеуі таласып қалды. Сонымен Айтақын бірінші алды да жүгіргеннен жүгіріп жүгеріге аяғы жалынып, жаңағы жүгіріп, көзімізше очки сынды да қалды. Шқалақ қой енді. Аласап жүгірген ғой бүйтіп. Енді бұлай жан-жағына да қарамай, апарып беру керек дедім, апару керек болды. Балалық шақтың қызықтары. Жаңа ұстаз айтып жатыр, бір тоға бала болды деп. Осы бір тоғалықтың құпиясы бар ма? Енді қатарың кішкене жасқаншақтау боласың, тұйықтау боласың, жарытап мүмкін, ел не дейді зепінен сияқты. Мен оқып жүрген кезде тығып бірдеңке жазатым. Мен облыста сатирамен айланысқам. Бірақ ешқайсысына көрсетпейтін бір күні сол ана бұзау деп айты деп отыр ғой. Оларды негізі дұрыс түсінген жоқ оны. Тұрдағайдың баласы бұзау деймін деп жазған. Бұзау деп, бәріміз деп айтқан. Соғынан байдан деген сен немене бізді бұзауға теңеп деп ашыланған. Бұл қанталқан болды ма? Сондай не ғой. Бұзау деймін деп біз көпші тұрды. Сондай нәрсе ғой. Енді ана очкидің сынғаны Әсия деген қыз бар еді, бізге нағашы болып келеді. Сол бір очкиді апарып бере қойдып, жүгіріп апарып бере қойын деп, жүгеріге шалынып жылап, солқылдап, мен сарайшқа деп келетін оны. Сен сарайшқа сен сындырдың деп, оның қаншалықты қымбат очки екенін осыны білмеймін айтыр. Сөйтіп очкиін сындырып қойдым оны. Оны өгін очки әперетін менде жағдай жоқ бізде. Жылап қойды, соны қойды.
Жақсы, енді балалық шаққа бір саяхат жасап алдық. Келесі есікке кетсек. Көкті көрейік. Көкті көрейік. Көк есіктің тақырыбымен таныссақ. Есем кетті. Есем айтыста кетті ғой. Есеңіз айтыста кетті. Айтты. Көп айтыстарды кетті. Талай бәйге егін астынан кетіп қалды ғой. Оған кім кінәлі? Алып тұрған бәйгімді қазылардың да бұрмалауы болды. Өзімде артық айтып жүрген кездерім болды. Айтпа деген нәрсені басып айтып жүретім. Ол мінездің қырсықтығы ма? Мінездің қырсықтығы емес, сахнаға келгенде біріншіде еттің қызуы. Соны қазақта мақалы түкіріп қайтарып жүрсең мәкірік деген. Үйде келе жатасың, байқайсың уже кімнің қалай жұмыс істеп жатқанын сахнада. Қазылардың қалай жұмыс істеп жатқанын, кімге қалай тартып бара жатқанын. Бәйге алмасам да елдің алдында сөзім қалсын деп. Билікке қарады. Билік айтпайтын сынды басып айтып жүреді. Кейде қарсыластың өзінде түйреп жүресің. Қатты айтып жүрген кездерім болды. Есем кетті деп өте қатты өкінген кезіңіз? Есімде қалмапты. Аман жолға кетті есем бір рет. Райымбектің айтысында. Жығып берді ме? Жығып берді. Жықты ғой, бетіліп жықты. Жақсы. Ол жол сұрады, мен бермей қойдым, айналып өтті. Бәрібір жығып жүрсін. Сол кезде бір есем кетті. Жақсы. Қалай айтыста кетті есем? Ендеше есікті ашайық. Біз расында айтысты айтып отырмыз ба, әлде тіпті басқа бағыт па? Көріңіз. Көрейік. Қызыл қораз. Мынау тауық па? Білмеймін. Қызыл қораз есем кетті деген есік. Ойымда жоқ. Бірден көйлеп тапқасындар ғой. Алғашқылардан есіңізге оралмай отыр ма? Оралмады. Жақсы. Назарыңыз экранда болсын. Көрейік. Аядай ғана бұл сахнадан басталған алғашқы айтыс бала айтақынның тағдырына айналарын ол кезде ешкім білмеді. Дегенмен болашақ ақынның үлкен сахнада өнер көрсетуіне бір ғана жан сенген болатын. Ол алғаш домбыра үйреткен, жыр шумақтарын жаттатқызған Әсет Керімбаев. Сол кісі ақындық жолға баулыды. Ауылда концерт болған кезде екеумізді қыз бен жігіт айтысына қатыстырды. Алғашқы рет қой, енді алғашқы рет айтысымыз сол болды. Айтақын сахнада шыққан кезде бөлек. Бұның арқасы қозып кете ме? Әруақ бар, қазақшалап айтқанда. Жүрсін ағамыздың 50 жылдығына қойдым, семейлік айтыста есімде. Бір жастау ақынмен айтысты. Соны айтысып отырған кезде Айтақын ағамыз қатты қимылдаған кезде астындағы орындығы әлсізде болып, орындығы сынып кетіп, Айтақынымыз шалқасынан түскен болатын. Тараз өңірінде мен алғаш рет сол кісіменен айтыстым. Сонда бір өзі қып-қызыл етік, қып-қызыл көйлек, қып-қызыл қазақша оюлы қалпақпенен киім киіп алып, қып-қызыл болып ортаға шығып, қызыл қораз секілді ойнақтайсыз деген сөздерімді сәл көтеріңкіре алмай, кейін сол балымыз да бір бал айырмашылық болғанда сыртқа шығып сахнаның артында қызыл көйлек деді ма? Деді, жауап бердім. Қызыл қораз деді ма? Деді, жауап бердім. Жоқ, бұлар маған бұдан артық не дейді енді деп кәдімгі күйіп пісіп, кішкентай бала ұқсап, шыжылдап жүргені қызық көрініп бір жағы. Әселхан апам оны бір кәдімгі баладай арқасынан еркелетіп, қағып, енді осындай болды ғой Айтақын жанау десе, кәдімгідей мынау өнердің адамы ғой, арқасы бар адам, қыз ба, кәдімгі бір сондай бір кезін көріп, алғаш рет бір таң қалғаным бар сол кісіге. Сол Астанадағы айтыс болды, сол Айбек Қалиевпен айтысқаннан кейін келесі финалда Әселхан Қалыбековпен шыққан болатын. Сол айтыста Айтақын ағамыз екеуі айтысып отырған кезде ортасында сөз таппай емес, Айтақын ағамыздың арқасы бар. Сол арқасы ұстап қалып, Айтақын ағамыз ортасында тоқтап орнына тұрып кеткен. Мені дағып бересің ау, деулеңеші өзіңіз айтсетай ау. Ең бастысы бұл қарсыласын жықпайды. Қарсыласына
сөз тастап отырады, қарсыласын түртіп отырады. Кәсіби тұрғыда ұстазым болған, әрине ол Айтақын. Мен баяда Қайлайлымның қайырмасын ұзақ қайырып жіберетін. Айтақын ағам айтады. Қайлайлымның сәні ұзақ қайырғанда емес, ол ана бір жыраулардың несі сияқты, бір Сүйінбайдың несімен, Жетібұлымен ұзақ нетуге келмейді. Қайлайлым 4 жол, 6 жол ары кетсе. Менің есім тұрғанда не қыласың Париждің Версачи мен Шанелін. Қайлайлым, қайлайлым. Қысқа қағып үйретеді, сонда қысқа нәрсе халыққа өтімді дейді. Сонымен Қайлайлым өтімді болды халыққа. Иә, бұл болған енді. Иә. Бұл болған. Ең алғаш сахнада құлаған ақын Айтақын. Иә. Ең алғаш орнынан тұрып кеткен ақын Айтақын. Бұл бірінші күні Айбекпен айтқан кезде залды чулатып жібердім ғой. Аха. Ана Астанаң деп Еуразия, баспаның деп бұл не дейміз. Сол кезде қатты былай айтқанда тілігіп қалдым ба, не алып қалдым ба білмедім. Ертесін дел сал болып шықтым да уже. Сахна ашқанда. Сәсілқымын айтысып отырған кезде уже арқам жібермей қойды да. Суып кетті. Әсілі қызынып, адам киінгеннен кейін мына прожектор не бар, бусану керек еді. Иә. Буып тастады да. Тұр дегенде тұрып кеттім соны. Иә. Сол ғой енді соны. Енді оған айтпайсың ғой елдің бәрін өйтті. Негізі Айтақын деген кезде көрерменнің көз алдына әртүрлі сәттеріңіз елестейді. Алғашқы көлікті айтыста тігілген қай жыл алдыңыз? Сол Райымбектің айтысын алдым. Қателеспесем, бас жүлдені Ринат Заитов алды, иә? Жоқ, Аманжол алып кетті. Аманжол алды. Сіз бірінші орын алдыңыз, иә? Сол кезде алғашқы автокөлік сізге бұйырды. Ал алғаш рет жеңілген кезіңіз? Ой, көп жеңілдім. Соның ішінде алғашқысы? Ойымда жоқ енді алғашқысы. Қай жеңілдім? Ринаттан жеңілдім, по-моему. Жоқ, ол емес. 87-ші жылы Қызылордада айтыс болды. Қамсолдың 70 жылдығы. Сонда Дәмеш Оразбаева деген ақыннан жеңілдім, қатты жеңілдім. Дәмеш Оразбаймен айтқан быт болып жеңілдім. Жеңілгенде енді қайтып айтысқа шықпаспын, айтысты көрмеспін деп. Әбікен Сарыбаевқа келіп хат жаздым. Көрмегенім айтыс болсын енді. Сөйтіп едім, ол кісіні маған хат жазып жіберді. Сен жеңілген жоқсың, сені дұрыс баптамаған елің жеңілді. Сен маңдайың тасқа ұрма, қайтартыңа деп. Сол қайтан келдім айтысқа. Яғни қайрады, қайтадан жігеріңізді көтеріп берді. Сен жеңілген жоқсың, сені баптай алмаған елің жеңілді. Қай жерге барам десең, мен сен таяғым суретеммен бірге баруымға дайынмын деп. Енді жаңа өзіңіз айтып отырсыз, ерекше естелік, қымбатты көрермен, біз Айтақын ағамыз айтып отырған Дәметкен Омарбаева апайымызды арнайы бүгінгі бағдарламаға шақырдық. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Абайлап түсіңіз. Қалай қалыңыз? Қалың қалай жүрмін. Ешағанды? Қалсын. Жаңа ғана сізді айтып отыр еді? Есіктен кіріп келдіңіз. Ол айтыс есіңіз бе ғой? Есімде. Қызылорданың төрінде. Қызылорданың төрінде үлкен республикалық айтыс болды. Сонда Айтақын жап-жас бала аңқылдап шауып жүрген. Қаңғалақтап маған түсті өзі. Менімен жұптақ қойыпты. Содан дүркіретіп айтысты. Бірақ домалағанда тез болды. Айтақын ағамыздың болмысы бөлек қой. Расында мықтақын болды ғой? Айтақын енді ақ көңіл аңқылдаған, аржағында тұз жоқ, ойындағысын бәрін айтып, салдырылып, шауып жүре береді. Ойында көзде жас кезі ғой, балғы. Сол кезде үйлендің бе, үйленбедің бе білмедім. Қыз кезім ғой. Былай қарасақ, арада қаншама жыл өткен. Жыл өткен. Терең тарих бар. Және бүгінгі бағдарламаның кейіпкері Айтақын Бұлғақов ағамыздың алғашқы жеңілісі бар. Енді жаңағы тақырыпты бекер қойып отырған жоқпыз. Есем кетті деп, алғашқы жеңіліс деп жыр қылып айтады екенсіз. Дәл қазір біз бағдарламаға бір қос домбыраны алдырсақ, бір-бір қайырыңыздар. Бола ма? Тоқтамай кетеміз бе қалай? Тоқтатуға тырысамыз. Маған тәуірімді соқ. Ал ардақты ағайындар, алғашқыда Айтақын ағамыз бен апайымыздың арасындағы шағын айтысты тамашалауға шақырамыз.
Бар өлең қазыналы кәдесінді, алғашқы хабарыңнан ән есілді. Ой деңіз. Аманжан мына саған мың рахмет. Алдыма алып кепсің дәмешімді. Дәмешжан амансың ба жеңешеміз. Сізбенен осы арада кеңесеміз. Сенердіс мен мына жақтан іле болып, алғашқы хабарыңда кеңесеміз. Мойындап өнерді де асырған соң, жақсыға әрқашанда басырған соң. Айтақын деп шауып мен де келіп қалдым, алғашқы деп осында шақырған соң. Жарқырап маңдайы да бауырының төрінде сақынаның отырған соң. Ой, ой, домбыра дауысыма келмей отыр, ерікті бұлдым домбыра бермей отыр. Домбырасы дұрыс болып жолықпаса, дәмеште өзін өзі сенбей отыр. Бірақ та қуанамын келгеніме, тағдырдың осы сүйді бергеніне. Анда-саңда екі раннан көретұғын, аманды дәл жанымнан көргеніме. Ой, Ал бір қайырыңыз. Жеңеше аман жүр ғой бауырыңда, көрген жоқ қамшы тиіп сауырыма. Кек қапсың жеті судай ауылыма. Ақынның біреу едің айқұс жатын, айтақын емес еді байқұс ақын. Жеңеше домбыраны сылтаулатпа, апамдар оқтаумен ақ айтысатын. Айтыс деген жүрушің майдан көрген, мен сізді кем көрмеймін майдангерден. Дауысың ішің ішкеріп қайран жеңгем, қартайыба қапсың айран жеңгем. Рахмет. Айтақын ағамызға арналған хабардың төріне келгеніңізге, осындай әдемі айтысты ұйымдастырып, жыр жолдарын жүректен жүрекке жеткізіп бергеніңізге алғыс айтамыз. Көп рахмет. Алғашқыда, алғашқының бәрін айтамыз. Қош келдіңіз. Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кейіпкері Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, айтыскер ақын Айтақын Бұлғақов. Аға, бірнеше есікті аштық. Тағы да алдымызда ашылмаған есіктер бар. Көрейік, тақырыптармен танысайық. Қай есікке кезек береміз? Күлгінді көрейік. Күлгінді көрейік. Жақсы, күлгін есіктің тақырыбымен танысақ. Жақсы адамның ашуы. Жақсы адамның ашуы жібек ормал кепкенше дейді ғой. Айтақынның ашуы. Енді туа біткен мінез сүйекпен кетеді ғой. Тез ашуланам, бірақ тез басылам. Мен өмір кек сақтаған адам емеспін. Жаңағы мақалды сізге қаратып айтсақ болады ғой? Болады. Жақсы. Есікті ашайық. Есіктің ар жағында қандай құпия бар? Қараңыз.
тоқта қалдырайықшы. Бұл қораптың ішінде не бар, көрейік. Тапайтын бірін тауылады дейсің. Сағат қой мына. Бұл қораптың ішінде сағат, Қазақстан Республикасының туы, қалам салғыш, әртүрлі заттар бар. Одан кейін енді сіздің есіңізге бір оқиғаны оралту үшін мен тез салайын бұны. Жұмыстағы жағдайлар бар. Ашуланып шығып кетіп қалам. Сарт етіп. Қайтып келіп сен жұмысына келе беремін. Кеттім жұмыстан деп қол бір сілтіп кетіп қалам. Дәл осылай жиналып кетіп қаламын да сен қайтып келемін. Жақсы. Арнайы әзірленген бейне материалды көріңіздер. Айтақын Бұлғақовтың алғаш еңбек жолы Дәнеш Рақышев атындағы халық театрында меңгеруші қызметінен басталады. Үшарал мәдениет үйінің жанынан жасақталған өнер ұжымы кейіннен облыс орталығына қоныс аударады. Мен облыстық халық шығармашылығының директоры болып қызмет атқардым 4-5 жыл. Сонда Айтақының жалпы ауылдан мал бордақылау жүйесіндегі бір кәсіп қой, мамандық. Сонда қызметте жүрген жерден алдырғам. Дәнеш Рақышев атындағы өнер мектебі бар. Сол мектептің ішінен кейін мына жерде жаңадан ашылған өнер мектебі бар. Сол мектептің ішінен айтыс мектебін ашып жатыр. Алатау газетінің бас редакторлық қызметінен бөлек қосымша табанынан тозып жүріп, ауыл-ауыл аралап жүріп, екі сөздің басын құрай алса болды әйтеуір. Мына біздің айтыс өнері өліп қалмас екен, Жетісу мектебі жабылып қалмас екен деген немен кәдімгі ауыл аралап боламын деген баланың бетін қақпай белгім бұл деген сияқты сол балдарды алып келіп, осында дайындап, кем дегенде бір 2-3 баланы осы қазақтың айтыс өнерін дайындап кетсем деп шапқылап жүрген азамат. 2013 жылы осы Алатау қоғамдық саяси газетіне жұмысқа келдім. Ең бірінші мен келген кезде таң қалғам. Қараған кезде, жаңа журналистика столында отырған кезде ол кісі жаңа бақсылар сияқты есі бар ма, бір жазған кезде бір дауыс шығарып жазады да. Сонысы қызық болды маған. Эмоциясын тез білдіреді да, бірақ тез қайтып алады. Енді бір оқиғасы болған айтыр, білмеймін айтыр, түсініспеушіліктер болды ма, о жағын білмедім айтыр. Ренжіп, болды мен кеттім, осы басылымнан болды кеттім деп жинап алып, барлық заттардың бәрін жинап алып, болды енді мен қайтып келмеймін деп сөйтіп кетіп қалды, заттарын жинап. Мә, содан ойладық қой, мына кісі енді келмейді ау депші, енді ой депші. Өзімнің өз басым жаман ішім ашыдышы, кәдімгідей содан кейін бір аптадан кейін ба, 10 күннен кейін ба қайтып келді. Ой, сол кезде қуандық кәдімгідейші, мә, ағай сіз жақсы болды келгеніңіз депші. Енді сондай мінездер болып тұрады, ол енді ол мен ойлаймын, ол ақынға, жаңағы сондай шынайы адамдарға тән мінез деп. Неше рет кетіп, неше рет келдіңіз? Төркінік ашқан қыз сияқты десіз. Айтып тастаймын да кетіп қаламын, далаға шығып кетіп қайтып келемін. Айтып тұрмын ғой, көп кек сақтамаймын. Бірақ ойланасың ғой, менде қателік кетті ма, не жібердім, мүмкін артық айтып қойған жерім бар ма, жоқ қызбалықпенен, бастықпенен, бірақ ешбір бастығаны бір жалпақтап, жығылып көрмеппін. Өз принципімді ұстап тұрам, дұрыс екенін дәлелдеймін, сен айғайласам. Принципің дұрыс болған соң айғайласасың да, бекер айғайласпайсың. Нақты дәлелің болса. Сен түсініседі, өзі звондайды, сөйлесейік дейді, сөйлесеміз, сен бір түсінеміз, қайтып келеміз. Жақсы. Келесі есікке өтсек. Жасыл. Жақсы. Жасыл есіктің тақырыбымен танысайық. Болмыс пен борыш. Борыш деген таусылмайтын нәрсе ғой, өлгенше. Өтелмеген борышыңыз бар ма? Өтелмеген борышым бар. Ата-анамның алдында борышым өтелмей қалды. Әкем етіне салды. Шешем енді бір жеміс жесе деген кезде 70 жасына жүріп кетті. Жақсы. Есікті ашайық. Күрек қой. Қысқа күрек. Болмыс пен борыш. Күректі өстік қой, күректі осы күрекпен өстік. Қазбаған жеріміз қалмады. Малда бақтық, сиырда саудық, жерде қаздық. Басқа білмеймін неменеге. Жақсы, болмыс пен борыш деп аталатын есікке арнайы әзірленген бейне материалды көріңіз. Содан кейін қысқа күректің сырын түсінерсіз.
біз Айтақын Бұлғақов екеуміз 2 жыл әскерде бірге болдық, бірге шақырылдық. Шақырылғаннан кейін барлығымызды отбирать етті. Айтақынды ешкім сұраған жоқ, повар боласың, повар болмайсың деп. Армия болғаннан кейін кімнің жаңағы специалисті жоқ, арнайы шофер емес, не еместерді бөлек жіберді. Нұржан, Айтақын екеуі учебкаға түсті поварлыққа. Әскердегі бәленбай адамды кормить ету оңай емес қой. Соның бәрін енді жап-жас бала ол кезде оқып келгеннен кейін, жарты жылдан кейін ол старший повар болды. Қазір шеф повар дейді ғой, старший повар болып жұмыс істеді. Қазақтар өзіміз осы Талдықорғаннан шақырғандар көп емес енді. Солар бәрімізге жаңағы шақырып апты тамағын беретін, офицерский столовыйға алып келіп тамағын беретін. Әйтеуір қарымыз тоқ болды. Айтақын арқасында жақсы әскерде көп қиналған жоқпыз енді. Енді Айтақын өзі тік мінез ғой енді. Аса жаңағы ешкімге бағынбайды, жасы үлкен болғаннан кейін бе екен, кішкентерді басына шығармайтын сондай мінезі болатын өзі Айтақынның. Сол бір күні жүгіріп келіп, ой, Айтақындан жерде соғып жатыр деп. Үлкендер. Оны шауып бәріміз бардық, жүгіріп барсақ, Айтақынның қолында үлкен жаңа черпақ деген бар, күрек сияқты сабы бар, мұндай шолпы дейді ғой. Сонымен тұр айқасып жатыр екен. Ол жаңағы өліспей беріспейтін жігіт қой. Сонымен әгінде соғып қан қылған бәрін түгел біз барып енді көмектесіп, ол жігіттерді басып, содан кейін бәрі қорқатын болды. Ленинградта служит еттім. Нұржан деген жігіт боксер болды, левша еді. Мүмкін армиян, Әзербайжандардың ортасына түсіп қалыппыз. Барғаннан кейін екеумізді алды да поварлық школаға лақтырып жіберді ғой. 6 ай. Новгород деген қалада оқыдық. Онда ол кезде Совет өкіметінің кезде қазақ үшін повар болу деген намыс қой. Бірақ енді өкімет айдағаннан кейін барасың да. Барып күнде төбелесеміз. Сөйтіп жүрген жаңа күрек тиді мен иығыма. Күрекпен осы иығым шытынап, гөпсталға түстім. Яғни күректің сыры түсінікті болды ғой? Күректің сыры төбелес деген ғой, жаңа төбелестен дейтін. Енді төбелес тақырыбын толықтырсақ, тіпті осы айтыс ақындарының да арасында әртүрлі әңгімелер айтылады. Тапанша тақаған кездерде болыпты ғой? 24 ақынды ажалдан алып қалған. Тағы бір арнайы қосымша әзірленген материал бар. Назарыңыз экранда болсын. 30-ның үстінде бар шығар. Сол таңға таман, сағат 3-ке таман, жаңа күн шығып жақын кезде жаңа жақ. Сон демалғанда жаңа далаға крем жақ қойыпты, соның үстіне әңгімелесіп, жатып ұйықтадық. Сол ұйықтап жатсақ, бір айғай шу шықты жаңағы. Сон бет қатар-қатар жатырмыз. Біреу ақындарын кеп аяғын теуіп жүр, тұр деп жаңағы. Біз мен оян кетіп жатырмын. Бір кездегі мейін тепті, қарасам қолында, бір қолында пышақ, бір қолында балтасы бар екен. Маған жан керек жаттым демей. Тұрмай қойған бірге тепкілеп былай кетті, сең кетті, Айтақын жаққан. Соған барып тепкілеп тұрып алды, Айтақ тұрып тұрды. Айтақ ұйықтап қалған, ұйқысы қатты оны. Бір кезде Айтақын ат тұрды. Ат тұрып көзім ақырайып отырды да, біз Айтақынға қарап жатырмыз енді. Бір кезде Айтақын тұрды, Айтақын тұрды. Бір кезде Айтақын көзін қарап шошып кетті. Ана қолда балта тұр, пышақ тұр. Анау сұрап кімсің сен, неге келдің деп тексеріп тұр. Ішіп алған кісі бар қызы. Бір кезде Айтақын демей тұрған. Әге тұрған батырдың жағынан бір қойды жалп еткізді жерге. Пышағы бір құш кетті, балтасы бір құш кетті. Сол кезде сол ат тұрып жаңағы тепкілеп жөнелді қаптап. Содан әге жерде Айтақын батыр болып шығып кетті. Батыр жаңағы орта бәрімізді құтқарып қалған батыр. Ол аспанға қарап бейт-бейт қалып әдеті. Жаңағы сіз айтып отырған оқиғаға қатысыздық болсын деп арнайы қосып жатқан жайымыз бар. Енді бізде қалғаны қызыл есік. Қызыл есіктің тақырыбын ашсақ, таныссақ, қасынан қалдырмады. Асанәлі Әшімов қой. Асанәлі Әшімов қасынан қалдырмады. Қалдырмады қасынан. Жақсы. Қызыл есікті ашсақ. Орта қалдырайық. Торт па? Сіздің суретіңізбен арнайы әзірленген торт алғашқы деп аталатын бағдарламаның атынан әрі тарту, әрі қасынан қалдырмады деген тақырыпқа қатысы бар. Ойымда жоқ. Ойыңызға салайық. Көрейік.
сол бір күні мені бір досымның несінде мені бұл алдап апарып мені алып қашып кетті жаңа. Сөйтіп үйлендік, сол 81-дің ноябрі болса керек, 82-ның басы ғой енді. Өмірге балалар келді, үлкеніміз келді. Арман Сөненбейін, Жандарбек. Бұл кісінің ана шартылдаған найзаға сияқты мінезі болғанмен, арт жағында еш нәрсе жоқ, айтып тастайды. Содан кейін тез, қайтуы тез. Әкеміз жұрттан бұрын сөйлеп қояды да, кейін өзі өкініп қысылып отыратын сәттер болады. Әкеміздің енді туа бітті мінезі сол, енді сүтпен сіңген қасиет сүйекке барып кеткен. Айтып тастайды, ашуланып, кейде бір адамдармен ат құйрығын кесіп кетеді. Кейін ол оқиған мүлде олай болмай шыққан болып, соңында өзі қысылып отыратын сәттер болады. 92-93 жылдары ғой, баяғы құлдыраған кез бұл кісі жұмыстан қысқарды ма, бірдеңе болды ғой деймін сол кезде. Қолдау көрсеттім енді. Өзімнің қолымнан не келеді, соны саттық, нан пісіріп саттым, торт пісіріп саттым деген сияқты жаңағы. Бір жағына шығып, балалардан не қылу керек қой енді. Қарын тойдыру керек деген сияқты. Әйтеу бір жерден бірдеме тауып алып келу керек деген сияқты. Сол кездерде күйзеліске де түсті. Өте бұндай адамдар енді тез неғып кетеді екен, беріліп кетті ғой жаңағы. Жалпы айтысқа мен 6-шы классымда шықтым. Әкем өзі айтысқа қатысып жүрген кезде мен үнемі қасына ертіп жүретін, үнемі қадағалайтын. Енді айтыстың жауапкершілігін түсіндірген кезде өте қатты түсіндіретін. Біржанның інілері, Сараның сіңілілері деген айтысқа қатысып 7-ші классымда. Сол айтыстан кейін ертесі күні әкеміз кәдімгі шапалақпен тартып жүрген мен. Неге деген кезде сонда енді айтысым әкемнің бар сызып берген бағыт-бағдарымен ғана айтысқанмын да, одан бөлек өзім бір еш нәрсе ойлап таба алмаған ғой сахнада. Сондай сәттер келді маған, ол жағына өте қатал қарайтын. Айтысқа дайындықтың кезінде анда қыдырып кету, мында доп ойнап кету деген сияқты нәрселерге ондайды кешірмейтін. Торттың сыры түсінікті болды ғой? Иә, түсініп тұрмын. 4 жасынан бастап алып жүрдім ғой. Жандарбекті. Қасыңыздан қалдырмадыңыз? Қалдырмадым. Мен бұны шынымды айтсам өнерге жолатқым келген жоқ. Мен өзім көп қуғын көрдім ғой. Мен бір жылда 7 рет жұмысқа, жаңа бәйбішем айтып отыр ғой. Иә. Мен бір жылда 7 жерден жұмыстан шығып кеттім. Кірем жұмысқа ерте шығарады, кірем шығарамын. Себеп облыс әкімі сынап жүрдім ғой қатты. Сынадым, мен Абайдың 150 жылдығына айтысқа барған жоқпын, Жамбылдың 150 жылдығына барған жоқпын. Алдыма бәрін крест қойып тастады. Жұмыстан лақтыра береді. Мен қайдан айтысқа шығарсам, мен айтыста енді мен тірілтіп алғаның біреу мың жасағыр жүрсін ағамыз енді. Қайта-қайта тілім байланып шыға алмай жүрген кезде мен қайта-қайта сахнаға салды да, мыналар сені өлтіретін болды. Сахнаға келіп айта алмай дірілдеп түсіп кеткен кездерім болып жүрді ғой. Өйткені күйзеліп кеттім ғой. Мына адамды ұрмай соқпай өлтіру деген тас теме берсе, тама берсе тас теуіп түседі ғой, тамшы. Сол тамшыдай неменен ұрмай соқпай бұлар мені шеттетіп отырды ғой. Мынау ішкі күйік бар, соның кейін бойдағы қарым қабілет бар, соның бәрі тұншыққанда адам жаңа депрессияға түсіп кетеді. Өз-өзіне жаңа қол салып жүреді, болмаса ішіп кетеді. Мен ішпедім, тартпадым арақ, мен темекімен аулақ болдым. Нең бар еді, тыныш жүрмей дегенде айтты ғой маған. Қазақша айтқанда артыңды қысып жүрмейсің бе деген сияқты. Қайтпадым ғой, қайтпай қойдым. Содан мына қазір тез ашуланып кететін, шарт-шұрт ететін жүйкемнің тозғанында сол кездерде уже қалыптасты да. Сол шешімге әлі күнге дейін өкінбейсіз? Өкінбеймін. Жүрсін мені алып қалған жүрсін. Қайта-қайта сахнаға сүйреп әкеп салып, тірілтіп алды ғой сен. Сенің айтарың бар деп. Тоқырау жылдарында сіз күйзеліп жүрген кезде тіпті жаңағы қолдан жасалған ішімдікте сатқан кезіңіз болыпты. Иә, спирт сатып күн көрдік. Оның жатыратын несі бар енді. Дипломатпен құп қойып магазинға темекі сатып қана үштіктеп темекі сатқанымыз кезіміз болды. Енді бәйбішем айтып отыр ғой бәрін. Сондай кездер болды, күйзелдік. Қай сұраудың амалы жоқ. Бірақ сізді қолдаған, сізге сенген жан-жарыңыз? Сенді, кейін маңайымда сатып кеткен ақындардың өзі келіп кешірім сұрады. Білесің, кіммен араласу керек екенін. Біз кейде әйелдерді былай нәзік жан деп қараймыз ғой. Еркек жасамайтын ерлікті әйел жасайды. Есіңізде болсын. Көптеген көрермен сіздің балаңыз тек Жандарбек деп ойлайды. Тұңғышыңыз Арман. Арман. Екі нәрсе сұрағым келеді. Арман өмірге келген кезде алғашқы сіз сезінген әкелік сезім
Ол қалай болды? Арманның алдында 2 қыз болды. Менде жалпы 4 бала болды. Алла өзі берді, өзі алды, сәби кезінде жетініп кетті. Арман келді өмірге. Арман келген атын Арман деп қойдық қой енді. Квартирадан квартираға айтып, қанға жүру, ауылдың өзінде баспана жоқ. Енді Арман әзір заңгер. Арманнан неге ақын шықпады? Арман әдебиет жақсы көреді. Кітап әлі күнге дейін кітап үзбей оқиды. Ақын шықпады енді. Біруге бір ақын бір бақсы жетеді деді қой. Аға, уақыт бөлгеніңізге, бағдарламаның төріне келгеніңізге, алғашқы қадамдарды айтып, ағыңыздан ақтарлағаныңызға алғыс айтамыз. Айтақын аға, бағдарлама басында айттық, келген кейіпкеріміз бізбен бірге міндетті түрде бұрын соңды бағындырмаған бір белесті, алмаған бір асуды, немесе алғашқы бір әрекет істеу керек. Сізбен не істеуге болады? Мен вертолетке отырып, вертолет айдап көрейін деп едім. Өйткені мен киноға түсіп жүрген уақытта Қабанбайдың 3 жылдығы тойланды ғой, Ойжайлауда. Қабанбай ауды баяғы. Әз Алакөл ауданы бұрын Андреевка. Соны мен айтыс қалып барды. Асан әлі. Мен ол кезде бала болдым. Сол айтыста мен болдым. Талдықорғаннан мен вертолет күтіп тұр екен. Вертолет күтіп Асан әлі әкемізді алып, сонда летчиктің жанында тұрдық жаңа. Әйені вертолет, соны айдағаны қарап тұрдым ғой, қызықтап бүйтіп. Айдап көрсе қандай екен. Қарасам ештеңе емес сияқты, ручкасын бүйтіп драктың нелері бар тартып қоятын. Сосын бүйтіп қарап отырып, соны айдап көрсе, осы қалай болады екен деген бір ой болған сол кезде. Іште бір арман кетті. Сондай, осы. Жақсы. Бәрін отырдық қой, енді вертолетте отырып көрсек сен. Қолдан келсе, ол арманды да орындауға тырысайық. Жақсы. Қымбатты көрермен, санаулы сәттен кейін біз тікұшаққа барамыз. Кеттік. Бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкері Айтақын ағамызбен тікұшақтың ішінде тұрмыз. Қазір аңғарсаңыздар, әскери тікұшақ әзірленіп жатыр. Аға, қош келдіңіз. Рахмет. Әсер қалай? Бәрі жақсы. Киноға түсіп жүргенде мың жасағыр Асан әлі Әшімова Қабанбайда 3 жылдығы тойға болатын кезде мен Павлодардан айтысқа келу үшін облыстың әкіміне звондап, Талдықорғаннан вертолет күттіріп, вертолетпен ұшырып апарған. Сонда вертолетті бірінші рет көріп едім. Ана ауылды кезде баяғыдан дыты болып еді, ол ручной тартып отыр. Бұлардың ұшқаны солай екен. Мынау айдап көрсе болады екен ғой деп сонда бір армандап едім бір тек қойған. Сол арман бүгін енді кетіп тұрған сияқты көреміз. Енді сәтін салса сол арманды орындауға тырысамыз. Қымбатты көрермен, арнадан алыстамаңыздар. Санаулы сәттен кейін біз Айтақын ағамыздың алғашқы қадамына куә боламыз. Ал аға. Привет! Космостан түскендей болдық қой. Күшті деп қойса. Тетіктердің барлығымен таныстыңыз. Әсер қалай болды? Жақсы. Бұлардың еңбегі екен. Ананың бәрі бүткіл техника. Бүткілінен бір кнопкың бәрін қосу, пульттің бәрін қосу, ананың бәрін миға сақтап тұру. Нағыз енді математиктердің жұмысы екен мына. Ақтөбеге оқып келдім ғой деймін 4 жыл. Қымбатты көрермен, осымен бізге берілген уақыт өзінің мәресіне жетті. Бағдарламамыздың кейіпкері Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, айтыскер ақын Айтақын Бұлғақов. Аға, келгеніңізге, уақыт бөлгеніңізге, алғашқы қадамдарыңызды көрерменмен бөліскеніңізге мың алғыс айтамыз. Сіздерге рахмет. Алғашқы хабарыңыздың көрермендер көбейе берсін. Осы ретте бізге ерекше әсер сыйлаған Қорғаныс министрлігіне және оның мықты мамандарына алғыс айтамыз. Осымен сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Бағдарламаны жүргізген Аман Тасыған өмірде аман жүріңіздер.
алғашқыда алғашқының бәрін айтамыз. Қош келдіңіз.